Сәлем. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, поделиться етіп қойыңыздар достарыңызбен. Бүгін тандыр самса жасаймыз. Қазанда 200 грамм су, 1 шай қасық тұз, 450 грамм плюс-минус ұн керек болады бізге. Бірінші жасағаннан әдемі дәмді болып шығады. Қамырды қаттылау етіп илеп аламыз. Жақсылап илеп аламыз. 35-40 минутқа қамырды ию қанғанға дейін қойып қоямыз. Сосын барып тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Ет, пияз, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрышым, 1 шай қасық зира, 50-60 граммдай пістеме қажет болады. Зираны қолымызбен мыжы-мыжы жібереміз, сонда дәмі иісі әдемі болып шығатын болады. Тұзы көпке болғанғасыңыздар тағы да қосып, 1-2 шайын ложка қосып жіберсеңіздер болады. Мен солай жасадым. Маған тұздылау болған ұнайды. Жақсылап араластырып аламыз. Қамырды 2 бөлікке бөліп қоямыз. 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Қамырымызды двойной етіп екеулеп, жақсылап жайып аламыз. Сонда уақыт үнемді болады, жылдам әрі тез болады. Екеулеп қамыр жайсақ. Тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Тоңазытқыштан алдық. Енді соны бөліп қамырымызды самса жасаймыз.
самсаның астындағы жұмыртқаның ағын, яғни белок жағып аламыз. От қызғаннан кейін самсамызды жапсырамыз. Енді жұмыртқаның сарысымен бетіне жағып, мак сеуіп жағамыз. Бір кіші пияладай тұз, соль себеміз қазанның астына. Орташа отта 40-45 минутқа қоямыз. Сосын бұдан алғаннан кейін духовкаға 5-6 минутқа қызыл түсті етіп пісіріп аламыз. Қып-қызыл етіп әдемі болып шығады. Қызғылт түсті әдемі самса болып шықты. Каналға тіркеліп, лайк, комментарий, подписка жасап, поделись етіп отырыңыздар. Өзбекская самса в тандыре қазақша нұсқада. Дәмді бір жасағаннан әдемі болып шығады. Жұмсақ дәмді